Қазақ онлайн бизнес мектебінің негізін қалаушы Азаматхан Сайлауұлының бастамасы жайында көпшіліктің пікірін білмекші болып, біраз адамдардан сұхбат алып едік. Көпшілікке қойған сауалымыз біреу ғана. Қазақ онлайн бизнес мектебі жайында пікіріңізді айтып берсеңіз. Сол кісіге де бір айтар рахметім. Осы сол кісінің жобасы арқылы, сол кісінің лекциялары арқылы әрқашанда көріп, соны пайдаланып, осы біз жасап жатқан бизнестерінде несіне әрқашанда көмегін тигізіп жатыр. Әрқашанда ол сол кісінің жүргізген лекциялары бізге көмегін тигізеді. Әрқашанда оны көріп, қарап отырамын. Ғаламторға кірген сайын, қолданған сайын сол лекцияларды бір көріп, пайдаланып көріп отырамын. Көп айтылған сөздермен бұл жобада, көп ұсыныстармен сенімді түрде келісуге болады. Болашақта өз ісін ашамын деген жастарға беретін көмегі өте көп. Осы Қазақ онлайн бизнес скул жобасы маған өте қатты ұнайды. Бизнеске жүргендіктен осы жобаны жиі қарап отырамын. Мне понравилось много услышанного. Это очень познавательно. Бұл жоба мен үшін өте қатты көмек көрсетті деп айта аламын. Осы жобаны көріп, мен өзімнің көптен бері армандап келе жатқан жобамды бастай алдым. Сол жобамның төңірегінде қазір жақындарымызбен жұмыс жасап жатырмыз. Ғаламторда шетелдік беделді кәсіпкерлердің дәрістері өте көп. Ондағы айтылған ойлардың барлығы қазақстандық кәсіпкерлер үшін сәйкес келе бермейді. Мәселен, біздің өзіндік экономикамыз, өзіндік қаржы басқару жүйелеріміз бар. Осы орайда Қазақ онлайн бизнес мектебінің дәрістері кәсіпкерліктің қазақстандық нұсқасына тигізетін маңызы зор деп есептеймін. Және де бұл дәрістердің ана тілінде болуы біздің тіліміздің мәртебесінің өскендігін көрсетеді. Мен өзіме Қазақ онлайн мектебін ашқаныма өте қуаныштымын. Азаматхан Сайлауұлының тілі өте қарапайым тіл. Әрқашанда сол кісіге рахметімді айтамын. Сол кісі ары қарай лекциясын тағы да жаңартып, көбейтіп отыра беруіне тілектеспін. Осы жобадан күтетін жаңа дәрістер, жаңа кеңестер, осындай Қазақстанда жобалар бола берсін, ары қарай дамыта берсін. Бізге бизнесмендерге өте пайдалы жоба деп ойлаймын. Эти лекции актуальны для меня, потому что я в будущем хочу заняться бизнесом. Әрине, мен бұл жобаны ашқан, бастаған еліміздің үлкен азаматтарына сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта тағы да осындай қызықты, пайдалы дәрістер күтемін. Азаматхан Сайлауұлына қажымас қайрат тілеп, сабақтарының жаңа топтамаларын күтеміз.